Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, сіздерге мынадай бір жаңалық айтқалы отырмын. Америка құрама штаттары мен Украинаның өкілдері Джидда қаласында кездескен болатын. Бұл Зеленскийдің сол Америкадағы Ақ үйдегі үлкен айқай оқиғасынан кейін болып отырған екі мемлекеттің ірі кездесуі деуімізге болады. Осы кездесудің кезінде білетіндей, Украина мен Ресейдің арасында атысты тоқтату, 30 күнге атысты тоқтатуға байланысты келісім жасалды. Украинаның өкілдері бұған келісім берді. Яғни, егерде осы 30 күнге дейін атысты тоқтату келісім шарты жасалатын болса, онда бұл соғыс басталғалы бері ең үлкен жетістік болғалы тұр. Себебі бұл оқиға расында да Ресейдің белгілі бір келісімге келуге ниетті екенін көрсетеді. Алайда егер олай болмай шықса ше, себебі Трамп осы кезге дейін билік басына қалай келді, осы екінші президенттік мерзімі кезінде күтпеген мәлімдемелер жасаумен келе жатыр. Соның бірі бұл Путиннің сөзін сөйлегендей әсер қалдырған болатын. Яғни Ресейге санкцияларды жеңілдетуге байланысты болсын, және Ресей мен Украина арасында соғыста Зеленскийді көп айыптаумен болды. Тіпті оны диктатор деді. Зеленскийді диктатор деп атауға дейін бар. Бұл оқиға Еуропа мемлекеттерінің көшбасшыларының төбе шаштарын тік тұрғызған болатын. Содан кейін Трамптың атына үлкен сындар айтылды. Міне осы сындардан кейін Трамптың пікірі жұмсарды деуімізге болады. Өткен жолғы Ақ үйдегі үлкен оқиғадан кейін, Зеленский кетіп қалатын оқиғадан кейін Трамп ойлана бастаған сияқты. Егер де Еуропа мемлекеттерін жайына қалдыратын болса, расында да бүкіл жүкті, мына соғыстың бүкіл жүгін Украина мен жалпы Еуропаға қалдыратын болса, онда Американың бұл аймақтағы ықпалы әлсірейтіні айтпаса да түсінікті. Себебі бұл кезге дейін, сонау екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка құрама штаттарының Еуропаға ықпалы өте қатты күшейіп кеткен болатын. Мысалы, соғыстан кейін, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, мына Францияның президенті Шарль де Голль Американың ықпалын әлсіретуге тырысқан болатын. Тіпті бірнеше рет қарсы да шықты. Себебі Американың ықпалы, капиталы Еуропаны жаулап алды деуімізге болады. Сол ықпал әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Сонау мына Эйзенхауэрдің тұсындағы, Дуайт Эйзенхауэрдің тұсындағы жүргізілген саясат, бұның барлығы мына Ресей мен НАТО мемлекеті мен Варшава шарт ұйымының арасында үлкен текетіресті оқиғалардан кейін екі жақтың жаңағы мүдделер қақтығысы мына Еуропа жеріне түйіскен болатын. Әсіресе шығыс Еуропа, мына бүгінгі Украина, Белоруссия, Балтық бойындағы мемлекеттерде. Себебі мына жақта коммунистік мемлекеттер, мына жақта капиталистік мемлекеттер. Енді қараңыздар, Америка құрама штаттарының саясаты егер мына USAID сияқты ұйымдарды жауып тастап, немесе олардың жаңағы бөлінетін қаржыны азайтатын болса, жер бетіндегі Американың саясаты әлсірейді, сөзсіз әлсірейді. Себебі осы кезге дейін USAID-тің атқарып келген қызметі Американың мына саясатын әлемге таратуда өте ерекше маңызға ие Вашингтон үшін. Ал Трамп келді, Илон Маскпен бірге бұны жаңағы олардың билігіне, олардың жасап отырған саясатын тықыр таянды. Ақ үй неше түрлі шешімдер айтып жатыр. Соның бірі мына Украинаға көмек беруді тоқтатамыз деп еді. Тіпті Трамптың жақтастарының өзі оған қарсы шыға бастады. Осы кезге дейін Америка құрама штаттарының ұстанып келе жатқан саясатынан бұл мүлде теріс саясат болатын. Енді байқап отырғандарыңыздай Трамп былай деп мәлімдеме жасады. Міне енді Джидда қаласында Америка мен Украинаның өкілдері атысты тоқтатуға байланысты келісімге келді. Украина тарапы бұған келісім берді. Ал енді бар мәселе Путинде болып отыр, Кремльде. Кремль билігі бұған не айтады? Расында да бұған келісе ма? Яғни атысты тоқтатуға расында да Путин мүдделі ма? Әлде оның ойында мүлде басқа сценарий жүріп жатыр ма? Өйткені жаңа айтқандай, Зеленскийді осы кезге дейін айыптап келген Трамп енді егер дейді, мына Джиддадағы келісім шартқа Путин келіспейтін болса, яғни атысты тоқтатпайтын болса, немесе қандай да бір шарт қойып, жаңағыдай неше түрлі мәлімдемелер жасайтын болса дейді, онда барлығы ашық түсінікті болады. Бұл соғысты кімнің тоқтатпай отырғаны бүкіл әлемге әйгілі болады дейді. Яғни бір сөзбен айтқанда, мына Джиддадағы келіссөз Путинді тығырыққа тірейді. Егер Путин бұл келіссөзден бас тартса, яғни атысты тоқтатпаймыз десе,
онда бүкіл әлемге масқара болады. Яғни бұл соғысты тоқтатпай отырған, бейбітшілікті қаламай отырған Путин болып шығады. Яғни Ресей билігі. Ал егер тоқтатамыз десе, онда қандай да бір шарт қойса, мысалы шарттардың бірінде мына Bloomberg ақпарат құралының айтуына қарағанда, егер де дейді Ресей тарапы бұл шартқа келісетін болса, онда қарсы шарт қою мүмкін дейді Украина мен мына батыс жалпы Европа мемлекеттері және Америка құрама штаттарына Украинаға қару-жарақты тасымалдауды тоқтату. Себебі Америка, мына Европа мемлекеттері осы кезге дейін Украинаны сақтап қалуда қару-жарақты үйіп төккен болатын, қаражатты, қару-жарақты, гуманитарлық көмектерді үйіп төккен болатын. Міне соны тоқтатсын деген талап қою мүмкін дейді Ресей тарапы. Егер де Украинаға батыс Европа мемлекеттерінен, батыс мемлекеттерінен, Европа, Америка құрама штаттарынан көмек тоқтайтын болса, мұндай көмек, онда Украина сөзсіз әлсірейтіні белгілі. Өйткені қазіргі кезде Украинаны жұдырықтай қылып ұстап тұрған бұл жан жақтан ағылып келіп жатқан көмек. Бұны Мәскеу жақсы біліп отыр. Сондықтан осынау көмекті тоқтат деген талап қою мүмкін дейді Bloomberg ақпарат құралының зерттеуіне қарағанда. Егер де шынында да көмек тоқтайтын болса, Путин белгілі бір келісімге келуі мүмкін. Бірақ Украина бұл нәрседен әлсіреп шығады. Ал енді қараңыздар, Трамп та бұны біліп отыр. Трамп айтып отыр, егер Путин осы Джиддадағы келіссөздегі қол жеткізілген жетістікке қарсы шығатын болса, атысты тоқтатпаймыз десе, онда менің оларға дайындаған санкциям бар дейді. Оған дайындаған әдістерім бар дейді. Яғни Путинге көкесін көрсетем деп отыр ғой, былайша айтқанда Трамп. Егер келіспейтін болса. Ал бұл нені білдіреді? Бұл расында да Трамптың жеке дара шешім қабылдай алмайтынын көрсетеді. Өйткені Трамп билік басына келгеннен бастап, осы екінші президенттік мерзімі кезінде білесіздер, қандай мәлімдемелер жасағанын. Осы кезге дейін беріліп келе жатқан көмектерді тоқтатқан былай тұрсын, НАТОға кіргізуге кедергі келтірді Украинаға, қаншама үмітін желге ұшырды. Және осы кезге дейін беріліп келе жатқан көмектерді тоқтатамыз деді. Бұл Украина билігі үшін үлкен орны толмас шығын болатын еді, егер тоқтататын болса. Өйткені Украина Американың қару-жарағы болсын, жаңағы гуманитарлық көмегі қаражатымен осы соғыста әйтеуір Киевке жеткізбей тұр орыс әскерін. Ал енді қараңыздар, Трамптың пікірін біз өзгергенін байқадық. Яғни ол бәрібір өзінің айналасындағы, өзінің артында тұрған үлкен элитаның мүддесін ойлау тиіс. Американың, айтып отырмын ғой, өткен жолда айтқан болатынмын, Американың жүздеген жылдар бойы қалыптасқан саясаты және алға қойып қойған, жүздеген жылға қойып қойған жоспарын қандай да бір көлденең көк атты келіп өзгерте алмайды. Көлденең көк атты бұл әрине Трамп сияқты президенттер келіп алға жасап қойған бағдарламасын келіп өзгертіп жібере алмайды. Бір президентке бола Америка өзінің саясатын өзгертпейді. Сондықтан Трамптың риторикасының өзгергенін байқадық. Егер Путин келіспейтін болса бұл келісім шартқа, онда мен оларға көкесін көрсетем деді. Яғни арнайы дайындап қойған санкциям бар деді Трамп. Сонымен қатар бұл жерде менің тағы бір саяси болжамым дұрысқа айналды. Өткен жол білесіздер, Кеңестер одағының ыдырау тұсында Америка мен Кеңестер одағының өкілдері суық соғысты тоқтатуға байланысты, сонау екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жалғасып келе жатқан жаппай қаруларды тоқтатуға байланысты үлкен келіссөзге келген болатын, 1987 жылғы келіссөз. Бірақ оның алдынан бастап бұлар мына Горбачевтың билік басына келуімен Рейганның арасында үлкен келіссөздер басталған болатын. Бұл келіссөздер бірден Москва немесе Вашингтонда өткен жоқ. Бұл келіссөздер Москва мен Вашингтонда емес, алдымен бейтарап мемлекеттерде өтті. Сол сияқты Ресей мен Америка құрама штаттарының ең алғашқы келіссөзі бұл соғыс кезіндегі, Украина соғысы кезіндегі, Ресей-Украина соғысы кезіндегі ең үлкен келіссөзі бейтарап мемлекет Сауд Арабиясының да өткен болатын. Енді Трамп өзінің адамдарын Москваға жіберді, Кремльге. Осы келіссөзді одан әрі жалғастыруға. Енді бұлар басқа мемлекеттерде емес, өз мемлекеттерінде келіссөздер жүргізе бастады. Бұның өзі саяси болжамның тағы да дұрыс жасалып келе жатқанын көрсетіп отыр.